Бүтін саналар деген теманы көріп өтеміз енді. Бүтін саналарды теманы көргенде қалай? Бүтін саналар үстінде әмелелерді үйреніміз керек. Яғни қосуды, алуды, көбейтуді, бөлуді үйреніміз керек. Одан алдын бүтін саналардың құрамына қандай саналар келетінін біліп алуымыз керек. Составы деп айтамыз. Демек, бүтін саналардың құрамына натурал саналарымыз кіреді. Бұл біздердің санауда қолданылатын саналар еді, натурал саналар. Бұларға қосымша 0 деген санымыз кіреді. Бұл да бүтін сан деп айтылады. Hem осы натурал саналардың минус қилылары да бүтін саналар деп айтылады. Бұлардың әммесі қосылып, мына көріністе жазылады, һәм осы бүтін саналардың құрамы, составы деп айтылады. Яғни минус саналарымыз, плюс саналарымыз, һәм 0 дегеніміз бүтін саналар деп айтыла береді екен. Алдыңғы бір видеода айтып едім, бүтін саналар дегенде адамдар қате түсінеді, оқушылар. Өтірі бар сандарды бүтін саналар деп айтып жүреді деп. Мыналар бүтін саналар деп айтылады. Өтірі бар саналар болса, оңлық бөлшектер деп айтылатын еді. Енді әмелелер көріп өтейік үстінде. Біздер қазірге шекем шығарып білетін есапларымыз, мына көріністе есап. 7-ге 5-ті қосып білеміз, 12 деп айта аламыз. Я болса 15-тен 6-ны алсақ 9 деп айта аламыз. Бірақ 5-тен 7-ні алып неше болады десе, біздер 2 деп айтса қате болады өзі. Себеп бұл жерде минустан шығу керек. Негізгі есаптың шығарылу қағидасы бар. Бірінші есамызда да өзіне жараса қағида пайдаланамыз. Мысал үшін, қосқанда алғанда мынандай қағида бар. Екі санның белгілері бірдей болса, ол екі сан қосылады, һәм сол белгі қойылады деген қағида бар. Бұл жерде енді озатқа әтібар берілмейді. 5-ге 7-ні қосып 12 деп айтып кетеміз, оған әтібар бермейміз. Бірақ кейінгі қазір көретін есаптарда оған әтібар бермесек, есамыз қатеге айналып кетуі мүмкін. Екінші есапта да өзіне жараса қағида бар. Егер саналарымыз 1 плюс 1 минус болса, 1 плюс 1 минус болса, үлкен саннан кіші санды алып, үлкен санның белгісі қойылу керек деген қағида бар. Мысал үшін, плюс 15, минус 6. Екі түрлі белгі, 1 плюс 1 минус. Үлкен саннан кіші санды алам, бірінші 15-тен 6-ны алам, 9. Һәм үлкен санның белгісі, 15-тен белгісі плюс, соның ішінде плюс 9 шықырды деп айтылады. Үшінші есапта болса, ол анық көрінеді сол қағида. Мысал үшін, плюс 5 минус 7. 1 плюс 1 минус сан. Үлкен саннан кішісін алам. 7-ден 5-ті алсам 2. Үлкен санның белгісі, 7-нің белгісі минус. Минус 2-ден жауап шығу. Бұна кезде ол қағидамыз анық білініп, көрініп тұрады. Енді кейінгі есап мысал үшін. Бұл ең бірінші есапқа оқсаңқырап береді. Айттық. Белгілері бірдей саналар келсе, 2-де минус. 2-ні қосамыз, һәм сол белгіні қоюымыз керек. Яғни 5 пен 12-ні қоса дегеніміз 17 болады. Һәм соның 2-нің белгілері қандай еді? Минус 17 деп айтуымыз керек. Бұл жерде 2 плюс болып кетеді деп 2 минусты жоққа жіберуге болмайды. Ол басқа да қазір көріп өтеміз сонда. Кейінгі мысал, минус 22 плюс 10. 1 минус саннан 1 плюс сан келді. 1 минус сан 1 плюс сан келсе, үлкен саннан кіші санын алам. 22-ден 10 алам, 12. Үлкен санның белгісін қоямын. Үлкен санның 22, 22-ның белгісі минус 12 деп айтамыз şu. Кейінгі есап. Минус 10, минус 18. Екеуі белгілері бірдей. Онда саналарымыз қосылу керек. 28 болады, минус тұра береді, минус 28 деп айтамыз. Кейінгі есап. 2 алынған 8. 1 плюс сан мен 1 минус сан келді. Үлкеннен кішісін алам, онда 8-ден 2-ні алам, 6. Үлкен санның белгісі, 8-дің белгісі минус. Онда минус 6 деп жауапты айтамыз. 8-ші есабымыз. Минус 9 плюс 1. 1 минус сан, 1 плюс сан. Үлкен саннан кіші санды алам. 8. Үлкен санның белгісі, 9-ның белгісі минус. Минус 8 деп айтамыз. Онда қағиданы жақсылып біліп алуымыз керек. 1 минустан қателестіңіз деген сөз, есап уже қате деген сөзді білдіреді. Әмме уақыт әтібар бересіңіз. 2 белгілері бірдей сандар кесе, бірінші есап, 4-ші есап, 6-ші есапқа ұқсап кесе, сол саналарды қоса бересіңіз. Бірақ сол белгінің өзін сақлап қалған қалда. Сол үшін 10, 18, 2-ні қостық минус тұра берді, 7-ге 5-ті қостық плюс тұра берді. Олым айтқанда қосып тұстап белгісін сақтап қаласыз. Егерде 1 минус сан мен 1 плюс сан кесе, араласып кесе, үлкен саннан кіші сан аласыз, әмме уақыт созады. Үлкен саннан кіші сан аласыңыз, һәм сол үлкен санның белгісін қойуыңыз керек болады. Бір жерлерде минус сан, бір жерлерде плюс сан шығады. Әммесі минус сан шығады деп айта беруге де болмайды. Бір жерде плюс, бір жерде минус деп араласып шыға береді. Енді бүтін саналар үстінде көбейтуді көріп өтейік. Мысалы үшін, оның да бір қағидасы бар.
2 плюс санды көбейтсек плюс сан болады деп айтылады. Болмаса 2 минус санды көбейтсек те плюс сан болады деп айтылады. Бұл санлар деп ойлайық. Бұл сол санлардың алдында белгілердің қағидалары. Я болмаса плюс менен минус санды көбейтсек минус сан болады. Болмаса минус пен плюс санды көбейтсек минус сан болады деген қағидасы бар. Енді мысал көріп өтеміз. Біріншісі 3 пен 4. Екеуі де плюс сандар. Міне бірінші қағидамызға тура келеді. Екеуі де плюс сандар, соның ішінде бұл плюс 12 болады. Бұны енді қаннеміз білеміз, пайдаланып жүрген затымыз. Екіншісі минус 2 көбейтілген минус 4. Бұл екінші қағидаға келеді. 2 минус сан деген сөз міне мыналар. Минус 2, минус 4. Бұл кезде жауабымыз плюс шығу керек. Онда 2 мен 4-ті өтсем, плюс 8 деп айтуым керек. Үшінші мысал. Бір плюс сан мен бір минус сан. Міне мұна үшінші мысалымыз. 5 пенен минус 7-ні көбейтсек, онда минус 35 деп айтуымыз керек. Себебі плюс пенен минус санды көбейтсек, минус шығады деп айтып қойыппыз бұндарды. Төртінші мысал. Минус 10 көбейтілген 4. Бұл төртінші қағидамыз. Бір минус сан мен бір плюс сан көбейтіліп жатыр. Онда минус сан шығу керек деген қағидамыз бар. Мысалдар көріп өтеміз. Одан бұрын бір затты айтып кетейін. Жаңағы айтылған көбейтуге айтылған қағидаларымыз бөлуге де тапсырмада жүреді. Бөлуіне, көбейтуіне екеуі бір зат. Тек қана ол бөлу дегенді бөлшек қылып істейсіз, көбейтуді сол тұрған жерінде плюс минусты анықтайсыз. Тек қана плюс минусты анықтайсыз, басқа зат анықтамайсыз. Ар жағын қысқартып, қысқаратын болса істеп кете бересіз бөлулерді. Мысалы көріп өтеміз. Мына көріністе есап берілді. Бұл есап шығару үшін бірінші қаусырманы ашып шығу керек. Қаусырманың алдында белгі мен қаусырманың ішінде санның белгісін екеуін 2 минус болса плюс болады деп жазып шығуымыз керек. Жаңа алдыңғы айтылған қағидамызға бойсынады бұлда. Себебі қаусырмаға алынды деген сөз бұл орталықта 2 минустың ортасында көбейту бар деген сөзді білдіреді. Онда минус пен минус плюс болды. Плюс пен минус минус болады. Минус 12-ні өстіре береді. Бұл минусқа ешқандай тәсір ететін басқа жақта минус жоқ. Енді есаптаймыз. Ең бірінші тұрғаннан 2-ден 5-ті алды жатыр. 2-ден 5-ті алу үшін үлкен саннан кіші санды алып, үлкен санның белгісін қоюым керек. 1 плюс пен 1 минус кеп қалса деген есабымыз бұл. Минус 3 болады. Себебі 5-тің алдындағы белгі минус. Оның үшін минус 3. Ізбетінде минус 12 тұра береді. Енді бұл 2 минус кеп қалды. Бұл жерде екеуін қосымыз керек еді, һәм минус сақланып қалатын еді. Минус 15 деп жауапты айтамыз. Екінші мысалымыз. Көбейтулер, һәммесі көбейту, һәм санларымыздың біреулерінде плюс, біреулерінде минус бар. Енді бұл жерде һәммесін түйірлеп деп көбейтіп шығудан алдын бұл қаусырманы жоқ қылып алуымыз керек. Қаусырманы жоқ қылу үшін бір ұсылдан пайдаланамыз, минуслардың санын санап шығамыз. Неше минус бар екен білуіміз керек. 1, 2, 3. 3 минус бар. Егерде көбеймеде тек қана мына жерде бірінші есапта ол затты пайдалануға болмайды. Тек қана көбейтулер болып тұрған кезде пайдалануға болады бұл зат. Минуслар санап шыққан кезде штуктар саны тақ болса, ол кезде жауабымыз минус болады деп айтылады. Егер жұп болса, плюс болады деп айтылады. Онда қазір істеп көрсетемін. 1, 2, 3. 3 штук деген тағы. Онда жауап минус болады деп тұр. Қаусырманың һәммесін минусладан алып тастаймыз да, мына көріністе жазып аламыз. Біздерге есаптың көрінісі апай көрініске келеді сонда. Енді көбейтіп шығамыз. 2-ге 1-ді, одан шыққанды 3-ге, одан шыққанды 5-ге көбейтсек, минус 30 деген жауап шығады. Егер де мына 2-нің алдында да минус болғанда еді, минуслар саны 4-еу деп тұрып жұп деп айтатын әнді, бұл жерде плюс қосып беретін әнді. Тек қана соны көбейтіп 30 деген жауапты айтар еді. Одан кейін есап. Бұл да тап соған ұқсаңқырап кетеді. Қаусырманы ашу керек. Қаусырманы ашудан алын сол минуслардың санын санаймыз міне. Мына қаусырманы ашу үшін 1, 2, 3. Минуслар саны 3. Онда 3 деген санымыз тақ. Онда минус 2 деп ашамыз міне. Мына жерді санаймыз 1, 2. Мына плюс санамаймыз алдында, плюс біздер қазағымыз. Минустар санымыз 1, 2. Минустар саны 2, онда жұп, онда плюс 3 деп айтылады. Бұл жерде есаптаймыз 1 минус пен 1 плюс келді. Үлкен саннан кішісін алам. 1 болады. Үлкен санның белгісі плюс, онда плюс 1 деп жазып қоя береміз. Кейін мысал, бұл жерде мына көріністе есап берілген. Минус 2 көбейтілген минус 5, көбейтілген 12, көбейтілген минус 7, көбейтілген 0. Қалеген санларды, я болмаса 0-ге көбейтсек, 0 деген жауап шығады. Алды бетінде тұрған мына жерде минус 2, минус 5 һәммесін көбейтіп шығуға біздер мәжбүр емеспіз. Себебі бір 0-дің өзі жеткілікті, һәммесін 0-ға жібереді жауапты.
bir zatqa itibar bering da. Qalagan sanni nölga bölsek nöl. Nölді qalagan sanға bölsek de nöl. Nölді qalagan sanға bölsek de nöl. Biroq hech bir sanni hech qachon nölga bölüge bo'lmaydi. Kalkulyatorыңызdan, telefonыңызdan bölüp görün. 1 bölüngen 0 deb, ya bo'lmasa 100 bölüngen 0 deb qalagan bir sanni жазып nölga bölüp görün. Öyle bo'lmaydi, ошибка degan zat chiqarib beradi. Nölga hech qachon bölüge bo'lmaydi ekan.